Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Ал атыраулықтар көксеркеге тойып жатырмыз біздер деген жайықтан көп шығып жатыр биылғы. Көксерке енді көбейіп кетті. Сондықтан қазір мен жолдасым да балық аулайды, балам да аулайды. Сол әкеліп тастап, қазір балықты ашып, ужинға пісірем. Бұйырса күнде жеп жатырмыз, Аллаға шүкір. Котлет те пісіріп жатырмыз, қуырып та жатырмыз, бастарынан уха да жасап ішіп жатырмыз. Өте денсаулыққа пайдалы. Бұрын бізде енді көксерке қымбат болды. Балықты тазалап болды. Таза. Енді осыны қазір пісіреміз. Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Баламыз екеуміз магазиннен келе жатырмыз. Бүгін демалыс. Атырауда уже кішкене салқындық басталды, аяз. Дүкеннен келе жатыр, колясканың бәрін толтырып. Күндеріңіз жақсы өтсін. Дүкеннен келіп, енді сізге распаковка жасап жіберейін. Осындай спираль макарон алдым, майонез алдым, 2 пачка геркулес алдым таңғы асқа балдарға. Шекер, тағы да кетчуп. Осы кетчуп жақсы бізге. И сармай, айстікі, юнитаның детский пастасы жақсы деп отырғасын алдым балдарға. Чай алдым пияла, булочка алдым свежий, және де күнбағыс майын алдым, сүт, паста, томатный, мусорный пакет, мысқа тамақ. Және де осыны таңертең келіп жатыр екен пирожки, слай, бауырмен и маккофе алып алдым өзіме, қазір таңғы асқа жеп алайын деп. Және де мен күріш алдым, гречка алдым, оның барлығы есіктің алдында тұр, кіргізу керек. И 1 кило картошка алдым, балдарға чупа-чупс, сосын приправалар алдым 1-3-4. Соның барлығы менде 14 мың қанша 201-ге шықты. Енді керек нәрселерімді алып алдым, самый главный. Енді пока фруктыларды, еще 1 кило апельсин алдым балдарға, қазір оны жеп жатыр. Кішкенеден. Енді күннен күнге баға қымбатсып жатыр, тамақтың әсіресе. Сондықтан біздер енді бір дүкенге барғанда почти 7 мың, 5 мыңнан бастап жоямыз күнделікті тамақтарымызды алу үшін. Енді ұндарды анда-санда пісіргенде аламыз. Ой, алам. Күшті ме? Күшті ме? Апатайын бетіне. Уже кеш болып қалды. Қазір мен тамақ дайындап жатырмын, пирог дайындап жатырмын. Қазір енді үстіне жабайын деп жатырмын. Тестімен ішіне начинкасіне капустаны қуырып салдым, және де балықтарды салып, и сармай салдым. Кішкене қазір бетін жабам. Балықтың пирогы өте дәмді болып шығады. Осылай жасауға болады балықтан. Көксеркені енді балдарға осылай қуырып берем. Еттерін сылып, осыны қуырып беріп, және кетчуппен жеп алады. Гарнирге менде күріш. Осыны простой ақ күрішті жақсы көреді балдар. Ештеңе қоспаймын. Қазір осыны жеп аламыз. Балдарым нағашы әжелеріне барып келді. Маған шайға осындай қызымыз екеумізге беріп жіберіпті шайға. Осындай ватрушка и пицца, мини пицца пісіріп, және де бауырмен пирожки.
пешке піскен. Қазір соны шай ішейін деп жатырмын. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіз.